Бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы балалар ғылымы. Балалар ғылымы туралы айтқан кезде ең негізгі мәселе ақпараттың тапшылығы. Балалар міндетті түрде бәрі жарысқа бармайды ғой, 5%, 1% барады ғой. Қалған 99% баланы не істейміз сонда жарысқа бармай, олар еш жерде ғылымды естімей, білмей, көрмей жүрмеу керек қой. Сондықтан ғылымды баршыға теңдей жасайық. Бірінші жыл қатысамыз, өтпейміз, мына жерде мынандай қате болды, былай дайындау керек. Оның бәрі көбінесе опытпен келеді. Сол себепті бізге әдістемелік бір құрал керек. Мектепте ол туралы әңгіме жоқтың қасы. Мектепте ғылым бойынша завуч бар. Класс жетекшілерінің мойнына жүктеп қойған, сенің анандай KPI-ің болса, мынандай KPI-ің болса, міндеттісің. Міндеттісің, әйтпесе сен жаңағы шебер ұстазды алмайсың, басқаны алмайсың деп. Модератор, шебер, сосын ең ана жоғарғысы не еді? Қалай аталады мұғалімдердің? Зерттеуші, міне сол категорияны алу мақсатында баланың ғылыми жоба жарысын шығармашылықтың бір көрінісі деп емес, оны соның жолындағы бір құрал ретінде қарап, жаза алмайтын балаға сол ғылыми жобаны өздері жазып беріп, өз сол баланың атынан жүктеп, баланы былайша айтқанда бір эксперименттің құралына айналдырып жатқан жоқпыз ба?